Ассалаумағалейкум қазақ елі. Достар, міне қазір Түркияның ұлтшылдары бізді қонаққа шақырды, ауызашарға міне самолетке мінгелі жатырмыз. Енді қараңыздар, мынау Алматы мен Астана екі ортасы секілді айтты. Армысыздар қазақ жұртшылығы, мынандай мәселеде біз мысалы қарапайым Астана мен Өскеменнің арасы самолет бір күн тақағанды алсаңыз 60 теңге, 70 теңге. 2 ай 3 ай бұрын алсаңыз ол 18 ма сондай теңге болады. Ал біз келдік 1 сағатта ала салдық, Аданаға 1 сағатта алдық. 12. Біздің теңгемен 11.400 төлеу. Енді жоқ дегенде 12 теңге. Енді ойлап қараңыз. Қалай дамыған бізде мысалы қандай жүйе деймді тақаған кезде, адам қысылған кезде бағасын 2 есе көтеріп жүреді. Енді тағы бір мынандай факт бар. Каспий ашып отыр. Енді біз келдік 1 сағат қалғанда. Мен Каспийдан қарадым, тура осы самолетте Анада, Адана, Анкара деп қарадым, 90 теңге деп тұр. Ал біз мынаның ішінен қараған кезде бұл 12 теңге. Сонда қалай қарапайым қазақ жұртшылығын алдап жатыр да? Егер Түркияға келетін болсаңыздар, Түркияға түскеннен бастап тек қана авиалинияларын алу керек. Оны кейін түсіндіре жататын боламыз. Каспийдан алсаңыз, қазақ несінен алсаңыз қымбат болады. Түрк авиакомпаниясынан алсаңыздар 2 есе арзан болады деп айтқысы келді біздің жігіттер. 7 есе, иә. Merhaba, hoş bulduk. Ötkütüz. Meniki qanday? 26. Ordunuz qaysi sizin? Место ваше? 26. 26. Қай